Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай дәмі өте керемет Прага тортын жасаймыз. Көп қаражат қажет етпейтін жасалу жолы оңай торттың бірі. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, шекерді, кішкене тұзды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз миксерлеп жатқан кезде сухой смесімізді дайындаймыз. Ұнды, какаоны жақсылап араластырып аламыз. Классический бисквитке разрыхлительдің қосудың қажеті жоқ. Ең бастысы жұмыртқаны жақсылап миксерлеу керек. Міне жұмыртқамыз осындай болу керек. Енді сухой смесімізді 3-ке бөліп саламыз. Жұмыртқамыз түсіп кетпес үшін астынан жоғары қарай араластырамыз. Міне осындай болады. Енді сары майымызды ерітіп, ішіне массамызды азғантай салып, араластырып, негізгі массамызға құямыз. Тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Формамызды 22 сантиметрге қойып, массамыздың барлығын құямыз. Духовкада 170 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Бисквитімізді суытып, холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Кремін дайындау үшін сгущенкаға 2 жұмыртқаның сарысын, суды қосып, ол баяу отта қоюланғанша қайнатып аламыз. Осындай қою болуы тиіс. Бетін пакетпен, пленкамен жауып қоямыз. Холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Мен мұнда сары майды шекермен араластырып миксерледім. Бірақ сіздерге айтарым, сахарный пудраны қолданғаныңдарыңыз жөн. Массамыз ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз да, заварной кремімізді біртіндеп саламыз. 1 қасық какао қосып жібереміз. Нәтижесінде осындай крем пайда болады. Бисквитімізді 3 бөлікке бөлеміз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Әр бисквитімізді сироппен жақсылап сулап аламыз.
Тортымызды 5-6 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Бетіндегі ганашы үшін шоколад пен сұйық майды ертіп аламыз. Шоколадымызды суытып, тортымыздың бетіне құямыз. Қалауымызша сәндеп, холодильникке тағы да 1 сағатқа қойып аламыз. Сонымен тортымыз дайын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз.